Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Мақпал. Бүгін сіздермен шекерпаре деп аталатын түрік десертімен бөлісемін. Шекерпаре өте дәмді, нәзік, басқа тәттілерге ұқсамайды. Қамырды дайындау үшін ең алдымен ұнға манная крупаны саламыз. Оның үстіне қопсытқыш және қант ұнтағын қосамыз. Аз ғана бір шым-шым тұз себеміз. Оның үстіне жұмсақ маргаринді саламыз да қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз және қайтадан жақсылап біріккенше қамырымызды илейміз. Міне қамырымыз өте жұмсақ және осылай қолға жабыспай шығуы керек. Дайын сармай жағылған формамызға қамырымызды осылай дөңгелек пішіндеп, арасын алыс қойып тізіп шығамыз. Дөңгелек пішіндерімізді қатты үлкен қылмаймыз, әйтпесе жайылып кетеді. Және осылай қолымызбен ортасын басып шығамыз да, дәл сол жерге фундук жаңғағымызды тізіп шығамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Және 180 градусқа қызып тұрған духовкаға 30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Енді сиропқа суға қант қосып 10 минуттай араластырып газға қайнатып аламыз. Дайын десертімізге сироптың бәрін ыстықтай құйып холодильникке 30 минут болмаса 1 сағатқа суытып аламыз. Мінекей түрік десертіміз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен болған Мақпал. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.